Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бірыңғай ақпараттық білім беру кеңістігінде заманауи педагогикалық тәжірибені жинақтау мен тарату, педагогтердің ақпараттық коммуникациялық және технологиялық құзыреттілігін арттыру мақсатында білім беру ұйымдарына арналған жыл сайынғы бейне дәрістер мен бейне сабақтардың педагогикалық идеялар панорамасы атты республикалық конкурсы осымен екінші жылы өткізіліп отыр. Білім берудің барлық деңгейін, атап айтқанда, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудағы, орта білім беруді оқытудағы, техникалық және кәсіптік білім беруді оқытудағы, жоғарғы білім беруді оқытудағы және қосымша білім беруді оқытудағы заманауи технологияларды қамтитын конкурс 3 кезеңде өткізіледі. Бірінші кезең даярлық кезеңі, екінші кезең өңірлік кезеңі және үшінші кезеңі қорытынды республикалық кезеңі. Конкурстың екінші кезеңінде, өңірлік кезеңінде келіп түскен өтінімдер бойынша педагогтерге бейне сабақтың әдістемелік мазмұны және бейне түсірілімнің техникалық параметрлері бойынша кеңес беру жұмыстары жүргізілді. Конкурстың даярлық кезеңінде қатысушы мұғалімдермен кеңес беру бойынша жұмыстар жүргізілуде. Кеңес беру жұмыстарын интерактивті режимінде жүргізу тиімді. Байқауға ұсынылып жатқан сабақ, оның критериалды аппараты қандай болуы керек, қандай форматта оны өткізу қажет, маңызды сәттерді жіберіп алмау үшін бейнеге қалай түсіру керек. Бейне конкурсқа сабақты дайындау барысында мұғалімдерге сабақтың мазмұнын, оның қазіргі заманға әдістері мен тәсілдерін, сондай-ақ өзінің педагогикалық қызметінің қандай тәжірибесімен басқалармен бөліскісі келетіндігін ескеру маңызды. Бейне сабақтарды дайындау және бағалау кезінде түсірудің техникалық параметрлерін есепке алу да маңызды фактор болып табылады. Байқаудың даярлық кезеңінде қатысуға ниет білдіріп, кеңес алуға келген үміткер ұстаздарға институт қызметкерлері тарапынан бейне сабақты түсіру барысында нені басты назарда ұстауы қажет екені туралы кеңес берілді. Ұсынылған идеясының ұтымды жерлерін нақты көрсетуге бағытталған нұсқаулар беріліп, байқау ережелерімен таныстырылды. Сонымен қатар, бейнематериалдың түсірілім сапасын, дыбысталуын ескеріліп, сақталуы қажет негізгі техникалық параметрлері түсіндірілді. Педагогикалық идеялар панорамасы байқауы педагогикалық қызметке адал, кәсіби өсуге қабілетті мұғалімдерді біріктіруге мүмкіндік береді. Байқауға қатысу мұғалімдердің шығармашылық қабілетін дамытуға, жаңа байланыстарды орнатуға, педагогикалық қоғамдастықта кәсіби қарым-қатынасты дамытуға, білім беру саласына жаңа педагогикалық технологияларды енгізуге ықпал етеді. Байқау, сондай-ақ біліктілікті арттыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту құралы болып табылады. Ұйымдастырушылар мен қатысушылардың байқауға белсенді дайындығы, қатысушылардың өз мүмкіндіктерін барынша іске асыруға ұмтылуы міндетті түрде қойылған мақсаттарға жетуге әкеледі. Барлығына сәттілік тілейміз.